Сәлеметсіз бе? Әлеуметтік жобаны әзірлеу тақырыбындағы бұл оқыту консультациясында біз жоба дегеніміз не, оның түрлері, кезеңдері және жобаның жоспарын құрастыру туралы талқылайтын боламыз. Ең алдымен жоба дегеніміз не деген сұраққа және бұл терминнің әртүрлі анықтамаларына тоқталып өтейік. Жобаларды басқару институтының пікірінше, жоба бірегей өнімдерді, қызметтерді немесе нәтижелерді жасауға бағытталған уақытша кәсіпорын болып табылады. Бұл жерде негізгі назарға аударылатын сөз уақытша. Ал британдық жоба менеджерлерінің қауымдастығының айтуынша, жоба бұл уақытты, шығындарды және сапа шектеулерін қамтитын нақты мақсаттары бар жеке кәсіпорын. Ал дүниежүзілік банк жобаны белгілі бір мерзімде жүзеге асырылатын шектеулі бюджеті және нақты тұжырымдалған мақсаттары бар өзара байланысты іс-шаралар кешені ретінде анықтайды. Егер біз осы анықтамалардың барлығын біріктіретін болсақ, онда жобаның негізгі ерекшеліктерін анықтай аламыз. Оның негізгі ерекшеліктері жобаның белгілі бір басталу және аяқталу күні болады. Сондай-ақ бірнеше нәтижеге ие. Және бұл нәтиже ұйым үшін күнделікті жасап жүрген жұмыс секілді емес, жаңашылдыққа ие өнім болу керек. Және шектеулі ресурстарға ие. Бұл жобаны жасау үшін ресурстар құйылады және олар шектеулі болады. Ресурстар дегенімізге уақыт, адамдар, ақша кіреді. Бұл жобамен күн сайын қайталанатын процестер арасындағы айырмашылық. Мақсаттары мен сипаттамаларына байланысты жобалар әртүрлі болады. Іске асыру аймағы бойынша өндірістік, экономикалық, ұйымдастырушылық, зерттеу, әлеуметтік түрлерге бөлінеді. Және бұл оқыту консультациясы осы әлеуметтік жоба тақырыбында. Күрделілігі бойынша моножоба, мультижоба, мегажоба болып бөлінеді. Моножоба дегеніміз ауқымы өте шектеулі болады. Ол белгілі бір өңірде ғана, кішкене аймақта болуы мүмкін және сала бойынша да бір ғана, немесе даже саланың ішіндегі кішкене саланы қамтуы мүмкін. Ал мультижоба дегеніміз бір уақытта бірнеше қызмет саласында жүзеге асырылады. Мысалы, денсаулық сақтау саласында, сонымен қатар білім беру саласында да осы жоба бойынша іс-шаралар жүргізілуі мүмкін. Ал мегажоба дегеніміз өңірлер, салалар бойынша, соның ішінде қосалқы салаларды бәрі қамтылады. Яғни, Қазақстан Республикасы бойынша бірнеше өңірде әртүрлі сала бойынша жүргізілуі мүмкін. Келесі іске асырылу мерзімі бойынша қысқа мерзімді, орта мерзімді және ұзақ мерзімді болып бөлінеді. Қысқа мерзімді дегеніміз 1 жылға дейінгі уақыт аралығында, орта мерзімді 1 жылдан 3 жылға дейін созылады, ұзақ мерзімді 3 жылдан астам уақытқа қарай созылады. Қаржыландыру көлемі бойынша шағын, орта, үлкен болып бөлінеді. Жоба циклы 4 кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңіміз тұжырымдама. Бұл кезеңде тек қана идея болады біздің басымызда. Осы идеяны дұрыс тұжырымдаймыз, мәселені, қажеттіліктерді, мүмкіндіктерді, іске асыру нұсқаларын талдау арқылы идеямызды жарыққа шығарамыз. Және бұл кезеңде бізде жобаны бастау немесе бастамау туралы шешім қабылданады. Бұл кезеңде асығыс қадам жасамау керек. Егжей-тегжейлі бәрін талдап, кейінірек мәселелер туындамас үшін осы кезеңде барлығы талдануы қажет. Екінші кезең, осыдан кейінгі әзірлеу кезеңі. Бұл кезде біздің
ойымыздағы идеямыз жоспарға, құжатқа айналады. Ол кезеңде біз мақсатты, міндеттерді, іс-шаралар күнтізбесін, бюджетті, қауіп-қатерлерді, табыс индикаторларын анықтаймыз. Осының барлығы құжатталады. Дәл осы кезеңде жобаның іргетасы қаланады. Келесі кезең іске асыру кезеңі. Енді құжаттан нақты белсенді іс-әрекеттерге айналады идеямыз. Бұл кезеңде біз команданы басқарамыз, мүдделі тараптар мен серіктестермен өзара әрекеттесеміз, есеп беру жүйесін ұйымдастырамыз, бюджетті бақылаймыз, сапаны бақылаймыз, қауіп-қатерлерді азайтамыз. Бұл кезеңде басқару дағдылары тұрақты бақылау талап етіледі. Келесі кезең, төртінші, аяқтау кезеңі. Егер біз жобаның басында қойған мақсатымыз орындалса, қорытындылайтын уақыт келді деген сөз. Біз нәтижелерді тұтынушыларға немесе бенефициарларға жібереміз. Тиімділікті бағалаймыз, қаржылық бөлігін талдаймыз, команданы таратамыз. Тәжірибені жазу маңызды. Не сәтті болды, қандай қиындықтар болды, не үйрендік, не болашақта өзгертуді қажет етеді. Осының бәрін талдау маңызды. Себебі осы жобада болған қателіктермен жұмыс арқылы біз болашақта қайталамас үшін талдау, ұсыныстар жасау өте маңызды. Және жоба циклы негізгі үш қарапайым принципке негізделген. Цикл әрбір кезеңінде шешімдер, ақпаратқа талаптар, жауапкершіліктер болады. Және атап өтілген 4 кезең бірінен соң бірі кезекпен орындалады. Міндетті түрде бағалау қажет. Жаңағы айтып өткендей. Және жоба циклын басқару әдіснамасы 90 жылдардың басында Еуропалық комиссияның бастамасымен пайда болған. Себебі зерттеулер көрсеткендей, көптеген гранттық жобалар сәтсіз аяқталыпты, және оның себебі дұрыс жоспарламауда болған. Адамдардың қажеттіліктерін елемеуде және қауіп-қатерді жете бағалауда болды. Сондықтан осы жобалық циклды басқарудың нақты принциптері пайда болған. Осылайша жобалық цикл кез келген әлеуметтік жобаның өзіндік жол картасы сияқты. Егер осы жол картасын ұстанатын болсақ, жобаның сәттілігі мен тұрақтылығының мүмкіндігі артады. Әлеуметтік жобаны әзірлеуді неден бастасақ болады? Ең бірінші мәселені дұрыс тұжырымдаудан. Себебі грант берушіге, донорға біздің идеямызды, ойымыздағы дұрыс жеткізе білу өте маңызды. Ол үшін мәселені дұрыс тұжырымдау үшін логикалық құрылымдық әдісті қолданамыз. Бұл әдіс мәселені үш жақтан қарауды ұсынады. Ең бірінші мәлімдеме. Өзгерістерді қажет ететін жағдайды қысқаша сипаттау керек, оның нақты кімге қатысты екенін көрсету керек, және статистика, сандар мен фактілерді келтіру керек. Мысалы, қанша адам қарастырылған. Және бұл ұйымның мақсаттарымен байланысты болу керек. Екінші себептер. Неге бұл мәселе бар? Бірнеше себептері бар ма? Егер бірнеше себептер болса, олар қалай өзара байланысты? Осы сұрақтарға жауап беруіміз керек. Үшінші салдары. Мәселе шешілмесе не болады? Ол қанша адамға әсер етеді? Мәдени, экономикалық немесе саяси салдары бар ма? Осы сұрақтарға жауап беруіміз керек. Осылай проблемалық тұжырымдама негізінде біз жобаның бүкіл логикалық моделін жасаймыз. Мақсат, міндет, іс-қимыл жоспарлары, болжамды нәтижелер тұжырымдауға көмектеседі. Егер ақпаратты визуалды түрде қабылдау оңай болатын болса, сіздерге мәселелер ағашы әдісін қолдануға болады. Бұл әдіс жалпы жобалық қызметте, жоспарлауда кеңінен қолданылады, өйткені ол мәселенің өзін ғана анықтап
қоймай, оның түпкі себептерін анықтауға, сондай-ақ ықтимал салдарын болжауға мүмкіндік береді. Осындай тәсілдің арқасында жоба тиімдірек болады, шын мәнінде әлеуметтік маңызы бар екенін көрсете алады. Осы мәселелер ағаш әдісі тірі ағаш принципіне негізделген. Дөңінде ағаштың мәселенің өз орнын аласады, яғни бізді қанағаттандырмайтын, өзгерткіміз келетін жағдай. Ағаштың тамырында себептер орналасады, бұл оның пайда болуына себеп болған факторлар. Егер бұл мәселенің осы жұмысты жалпы себептерді жоюдан бастау керек. Егер себеп жойылмаса, мәселе қайта пайда болады. Ағаштың бұтақтары мен жапырақтарында салдар көрінеді. Бұл мәселенің қандай жағдайға әкелетінін көрсетеді. Егер жағдайға әсер етпесек, салдар ушығып, барған сайын күшейе түседі. Осылайша мәселелер ағашы жағдайға жүйелі түрде қарауға көмектеседі. Сондай-ақ ағашты құру кезінде қойылатын негізгі сұрақтар: мәселенің бар екенін қандай деректер растайды, бізді қанағаттандырмайтын мәселенің өзі неде, бұл жағдай неліктен пайда болды, оның негізгі себептері қандай, қазірдің өзінде қандай салдар байқалып отыр, егер осы жағдайға назар аударылмаса, ол болашақта қандай салдарға әкелуі мүмкін деген сұрақтарға жауап беру керек. Біз осы логикалық құрылымдық әдісті қолдану арқылы, мәселелер ағаш әдісін қолдану арқылы эмоционалды түрде ғана көрсетіп қоймай, аналитикалық қабылдауға өтуге көмектеседі. Яғни біз өзіміздің идеямызды аналитикалық тұрғыда көрсете аламыз. Біз мәселе бар деп қана қоймай, оның неліктен пайда болғанын, оны шешпесек не болатынын түсінеміз. Бұның барлығы тұжырымдама циклына сәйкес келеді. Біз осы кезеңде мәселені шешкіміз келетінін қандай, оны неліктен маңызды екенін түсінеміз. Осыдан кейін біз идеядан нақты қағаз құжаттауға, рәсімдеуге көшеміз. Идеяны әзірлеу, разработка кезеңі басталады. Осы кезеңде біз құжаттамамен егжей-тегжейлі жұмыс істейміз. Біз мысалы слайдта мен жоба жоспарының мысалын көрсетемін. Бұл мемлекеттік органдарда қолданылатын форма. Мұнда іс-шаралар, олардың орындалу орны мен мерзімі, сондай-ақ жауапты тұлғалар жазылады. Бұл біраз қарапайым түрі. Екінші мысал күрделірек түрі. Мұнда жобаның мақсаты, міндеттері, іс-шаралар, жетістіктер, индикаторлары, нәтижелер, қауіп-қатерлер, осындай элементтер көрсетіледі. Енді біз осы әрбір элементті қарастыратын боламыз толығырақ. Келесі біз әрі қарай жобаның логикасы мақсат қоюдан басталады. Егер біз мәселелер ағашында бізді не қанағаттандырмайтынын тұжырымдасақ, енді біз қандай өзгеріске қол жеткізгіміз келеді деген сұраққа жауап беруіміз керек. Мақсаттың нақты әрі шынайы орындалатын болу үшін смарт әдістемесін қолданамыз. Бұл әдіс жобаларды басқаруда, бизнесте, білім беру, әлеуметтік салада қолданылады, себебі ол мақсатты түсінікті, өлшенетін, шынайы қол жеткізілетін етіп тұжырымдауға көмектеседі. Мақсат айқын және түсінікті болу керек. Жағдайды жақсарту керек деп мақсат қою жеткіліксіз, нақтылау қажет. Мысалы, жастарды волонтерлық қызметке тарту деңгейін арттыру, немесе 50 мектеп оқушысын цифрлық сауаттылық бойынша оқытуды ұйымдастыру сияқты нақтырақ айту керек. Екінші, өлшенетін болу керек. Мақсат көрсеткіштер арқылы бағалануы тиіс. Біз тек қана жағдайды жақсарту деп қана айтпаймыз.
міндетті түрде қатысушылар санын 20%-ға көбейту, 10 тренинг өткізу, 100 еріктіні дайындау деген секілді нақты сан мен нәтижені бағалауымыз керек. Үшінші, қолжетімді. Мақсат команданың ресурстарын, уақытын, мүмкіндіктерін ескере отырып шынайы болу керек. Егер біз тым жоғары мақсат қойсақ, мотивацияны төмендетуі мүмкін. Біз сондай ауқымды мақсат қойып, мысалы өңірдегі жұмыссыздық мәселесін шешу деп ауқымды қоюдың орнына оқыту және тағылымдамалардан өту арқылы жобаның 50 қатысушысының жұмыспен қамтылуын арттыру мақсатын осылай нақтыласақ, қолжетімді қылсақ дұрыс болады. Және шынайы уақытпен шектелген. Біз мысалы білім деңгейін көтеру деп қана емес, оқу жылының соңына дейін қатысушылардың білім деңгейін арттыру, немесе 6 айда деп мерзімін көрсетсек, біз жобаның орындалу барысында жоспарлауға ыңғайлы болады. Осылайша біз смарт әдісі нақты өлшенетін мақсаттарға айналдыру үшін идеяны көмектеседі. Осының арқасында жобаны басқаруға болады. Біз нақты неге қол жеткізгіміз келетін, жетістікті өлшеу үшін қандай көрсеткіштер, қандай мерзімде қолданатынымызды түсінеміз. Енді смарт әдісі бойынша мақсатты айқындап алғаннан кейін біз жобаны тереңірек ойластыруға көшеміз. Ол міндеттерді ойластыру, не істейміз, кім үшін, қай жерде, қашан, не үшін, қалай жүзеге асырамыз деген секілді сұрақтарға жауап беру арқылы негізгі жобаның аспектілерін ойластырамыз. Оны тексеру үшін біз 5W плюс H формуласын қолданамыз. Оның бұл жерде what 5W дегеніміз 5 сұрақтан тұрады. What біз нені жүзеге асырғымыз келеді, жобаның негізгі идеясы неде. Where қайда, жоба қай жерде жүзеге асырылады, қай өңірде, қай қауымдастықта, қандай жағдайда. Who кім, мақсатты аудитория, қатысушылар кімдер тартылады, жалпы жастар ма, ата-аналар, мемлекеттік органдар ма, педагогтар ма. When қашан, жүзеге асыру мерзімі қандай, қай кезде бастаймыз және нәтижеге қашан жетуіміз керек. Why неге, жоба не үшін маңызды, ол қандай мәселені шешеді, неліктен оны дәл қазір жүзеге асыру қажет. Осы сұрақтарға жауап береміз және плюс H how қалай, біз қандай әдістер мен құралдарды қолданамыз, қадамдар бізді мақсатқа жеткізеді деген сұраққа жауап береміз. Және бұл сұрақтар тек қана сөз жүзінде қалып қоймас үшін бұл жауаптың бәрін қағазға түсіреміз. Ол үшін бізге көмекке күнтізбелік жоспар келеді. Ол тапсырмаларды кезеңдерге, мерзімдерге, жауаптыларға бөліп, орындалу реттілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Слайдта біз күнтізбелік жоспардың мысалын көре аламыз. Бірінші бағанда міндеттер мен іс-шаралардың тізімі көрсетіледі. Әрбір міндет бірнеше нақты іс-шаралардан тұрады. Мысалы, акция өткізу, демалыс аймақтарын ұйымдастыру, ақпараттық материалдарды әзірлеу деген секілді. Кестенің екінші бөлігінде іске асыру мерзімдері айлар бойынша беріледі. Бұл қай кезеңде қандай жұмыстар орындалатынын алдын ала анықтап, олардың қабаттасуын, кідірістердің алдын алуға көмектеседі. Сондай-ақ есептер көрсетілген, аралық және қорытынды. Егер осы кезде біз осы күнтізбелік жоспар арқылы біз
жобаны жүзеге асыру барысын бақылаймыз, әрекеттерді дер кезінде түзету үшін ыңғайлы болып табылады. Осылайша күнтізбелік жоспар жобаның айқын құрылымын, мерзімдерін, ресурстарды бақылауды, барлық қатысушылар үшін тапсырмалардың орындалу ашықтығын, серіктестер мен донорларға жобаны іске асыру логикасын жеткізу үшін мүмкіндік береді. Келесі біз жоспардың тағы бір маңызды элементі нәтижелерге келдік. Нәтиже дегеніміз ең маңыздысы тек орындалған іс-әрекеттер ғана емес, орындалған іс-шаралар ғана емес, сонымен бірге олардың адамдар мен қоғам өміріне әкелетін нақты өзгерістер екенін түсіну маңызды. Ол үшін осы әлеуметтік жобаны нәтижелер деңгейі арқылы құру логикасын қолданамыз. Бұл логика арқылы жобаға салынған ресурстардың бірте-бірте әлеуметтік әсерге қалай айналатынын көре аламыз. Бірінші қадам салым. Кез келген әлеуметтік жобаға ресурстар қажет, адамдар, серіктес ұйымдар, сарапшылар, сондай-ақ қаржылық қолдау. Бұл жобаның басталуына негіз болатын іргетас. Екінші қадам іс-шаралар. Осы ресурстардың негізінде нақты іс-шаралар қалыптасады. Тренинг, кездесу, консультация, материал, әдістемелік материалдар. Бұл іс-шаралар жобаның құрылыс кірпіштері болады. Үшінші деңгей, бірінші рет нәтижелер немесе өнімдер. Бұл іс-шаралардан кейін пайда болған нәтижелер, мысалы, 10 тренинг өткізілді, 5 кездесу өтті, 100 консультация өткізілді деген секілді. Төртінші деңгей, екінші рет нәтижелер немесе салдары. Бұл деңгейде қатысушылардағы өзгерістер тіркеледі. Жаңа білім алды, жаңа дағды қалыптасты, мотивациясы артты, мәселеге көзқарас өзгерді. Дәл осы нәтиже үшін жоба құрылады, жоба ойластырылады. Бесінші деңгей, үшінші ретті нәтижелер немесе ықпал. Бұл жоба нәтижесінде қоғамда ұзақ мерзімде пайда болатын өзгерістер. Мысалы, әлеуметтік шиеленістің төмендеуі, тұрғындардың қоғамдық өмірге қатысуының артуы, ұйым мен қауымдастықтар арасындағы байланыстың қалыптасуы. Бұл нәтижелер жалпы уақыт өте келе көрінеді. Осылайша әлеуметтік жобаны әзірлеуде тек біз не істейміз, іс-шаралар мен өнімдер туралы ғана емес, ол жақтан ғана емес, сонымен қатар біз қандай өзгерістерге қол жеткізгіміз келеді тұрғысынан ойлау маңызды, салдар мен ықпал туралы. Дәл осы көзқарас жобаның әлеуметтік маңызы бар және дамуға бағытталған етеді. Осылайша нәтиженің екі түрін бөліп көрсетуге болады: қызмет нәтижелері және даму нәтижелері. Қызмет нәтижелері деген жаңағы жобаны жүзеге асыру барысында көрсететін әкімшілік басқарушылық қорытындылар. Жаңағы салым, іс-шаралар өткізілген, өнімдер. Ал даму нәтижелері ол адамдар мен қауымдастықтардағы нақты өзгерістер, яғни жұмсалған еңбектің мәні, құндылығын бейнелейтін нәтижелер. Осылайша біз жоба нәтижелері әртүрлі деңгейде болуы мүмкін екенін көрсеттік. Енді осы нәтижелерге шынымен қол жеткізілгенін қалай түсінуге болады? Ол үшін біз индикаторларды пайдаланамыз. Арнайы көрсеткіштер. Олардың көмегімен біз өзгерістердің дәл жобаға байланысты болғанын дәлелдей аламыз. Индикаторлардың дегеніміз, жалпы индикаторлар жобаның мақсат міндеттерімен тікелей байланысты болуы, өзгерістерге әкелген біздің жоба екенін көрсетуі керек. Индикаторлардың мысалы, түсінбесеңіз, білім деңгейінің көтерілуі, мүмкіндігі шектеулі адамдардың мүмкіндіктерінің кеңеюі, қоршаған ортаның сапасының жақсаруы деген секілді
индикаторлар болады. Ол сіздің жобаңызға байланысты өзгереді. Негізгі осылай тұжырымдалады. Индикаторларды кейде көрсеткіштер деп те атайды. Бірақ индикатор дегеніміз өлшем параметрі, ал көрсеткіш оның көрінісі. Мысалы, температура десек, ол индикатор, ал 80 градус ол көрсеткіші. Қашықтық деген индикатор болса, 80 километр көрсеткіш. Бірақ негізі бұлай күнделікті өмірде екі термин синоним ретінде қолданылады. Индикатор қалай таңдалады? Оларды біз мүдделі талаптар мен консультациялар кезінде, фокус топтар, бенефициарлар мен сұхбат арқылы, мәселенің сипаттамасы негізінде, жобада мүдделі тараптардың күтулері ретінде анықтауға болады. Индикаторлардың екі түрі бар: сандық және сапалық. Сандық дегеніміз сандармен көрсетіледі: пайыздар, арақатынас, деңгей, мысалы туу деңгейі, бағдарламаға қатысушылар саны. Сапалық сөзбен және бағалаумен көрсетіледі: мысалы жобаға қатысушылардың болашаққа деген сенімділік сезімі. Бірақ біз бұлай қате түсінуге болмайды. Сапалық индикатор деген ауызша сипаттау деп. Кез келген индикатор әрқашан сандармен көрсетіледі. Біз пікір, көзқарас, сезім жазып алсақ, ол бәрібір сандық түрге ауыстырылады. Пайыздарға, рейтингтерге, шкалаларға. Мысалы, қатысушылардың 70% болашаққа деген сенімділіктің жақсарғанын айтты. 5 балдық шкала бойынша орташа балл 4 балл деген секілді біз сандарға айналдырамыз. Сондықтан есте сақтау керек, тек сөзбен білдіретін индикатор жоқ. Сөздер ақпарат көзі болуы мүмкін, бірақ талдау, бағалау кезінде олар әрқашан сандарға айналдырады. Сондай-ақ кіріс индикаторлары, шығыс әсер ету индикаторлары болады. Кіріс индикаторлары: жобаға не салынды, оқу сағаттарының саны, жұмсалған қаражат, жеткізілген ресурстар. Шығыс индикатор деген осыдан кейін не істелді, оқытылатын қатысушылардың саны, дайындалған материалдардың көлемі. Және әсер ету индикаторы: нақты өзгерістер, балалар өлімінің төмендеуі, жасөспірімдердің жүктілігінің азаюы, халықтың денсаулығының жақсаруы деген секілді. Бұл жерде кіріс пен шығыс индикаторы сандық болғандықтан, сандық индикатор, оларды өлшеу оңай, түсіну оңай, ал әсер ету индикаторында біраз қиындықтар туындайды. Индикаторларға қойылатын талаптар: олар анық және нақты болуы керек, орынды болу керек, объективті түрде тексерілетін болу керек. Оны таңдаған кезде осындай сұрақтарды қою маңызды өзіңізге: түсінікті ме индикатор, өлшеуге бола ма, жаңағы сан арқылы көрсетуге бола ма, біз мұны қалай жасаймыз, салыстыру үшін басқа бастапқы деректер бар ма, өлшеуге кім жауапты болады, бұл индикатор қаншалықты маңызды деген сұрақтарға жауап беруіңіз керек. Әлеуметтік жобаны әзірлеудегі келесі маңызды элемент ол бюджет. Бюджетте біз қаржылық ресурстар арқылы көрсетілген жобалық қызметті түсінеміз. Басқаша айтқанда, біздің барлық идеяларымыз бен жоспарланған іс-шараларымыз нақты есептеліп, қаржылық көрсеткіштерге айналуы тиіс. Бұл неліктен маңызды? Себебі донорлар, грант берушілер, мемлекеттік құрылымдар әрқашан жобаның мазмұнына, мәселенің өзектілігіне ғана емес, бюджеттің қаншалықты шынайы әрі негізделген болғандығына назар аударады. Жақсы дайындалған бюджет жоба командасының өз міндеттерін түсінетінін, жоспарлай алатынын, қаражатты тиімді пайдалана алатынын көрсетеді. Бюджетпен жұмыс бірнеше қадамнан тұрады. Бірінші қадам қаржылық рәсімдер мен талаптарды зерделеу. Бюджетті құрастыруға кіріспес бұрын біз жобаны қаржыландыратын ұйымның немесе конкурстың ережелерімен мұқият танысуымыз керек. Әрбір донор әртүрлі талап қояды.
Содан кейін тапсырыс берушімен донор өкілдерімен байланыс орнату керек. Алдын ала байланыс орнатсақ өте маңызды. Ол біз түсініксіз даулы тұстарын нақтылап аламыз, сұрақтар қойып кеңес ала аламыз. Үшінші, бюджет құрастыру. Осылай егжей-тегжейлі бюджетті құрастырып аламыз. Жаңағы сұрақтардың барлығына жауап алғаннан кейін, одан қорытынды бюджет қалыптастырамыз. Сол аталған даулы мәселелердің бәрі шешілгеннен кейін, сұрақтардың бәріне жауап алғаннан кейін, қорытынды бюджет қалыптастырып, оларды әріптестерімізбен белгілеп, бюджетті жасаймыз. Сосын кейін төлем кестелерін жасау керек. Көбінесе қаржы бірден түспейді, көп көлемде. Оны транштар арқылы түсіреді. Сондықтан осы түсу көлемін әрбір кезеңде жасап алған дұрыс. Сол кезде қаржат қатты керек болған кезде бұл көмектеседі. Мына жақ оң жағында бізде бюджеттің сметасы көрсетілген. Сметада шығыс бабы бірнеше әкімшілік шығындар, материалдық техникалық қамтамасыздандыру, тікелей шығындар деген баптарға бөлінген. Оның ішінде мысалы қызметкерлердің еңбек ақысы, әлеуметтік салық, әлеуметтік аударым, медициналық сақтандыру жатады. Сондай-ақ материалдық техникалық қамтамасыздандыруға құралдар, нақты іс-шараларға кететін шығындар көрсетіледі, және қосалқы банк қызметтері, жиһаз, аренда секілді шығындар көрсетіледі. Сондай-ақ қаржыландыру көздерінде көрсеткен дұрыс. Тапсырыс беруші басқа көздер грант қаражаты секілді 3 бағанға бөлеміз негізінде. Бұл тек қана гранттың қаражатына ғана емес, ұйым өз атынан да ат салатын, салым бере алатынын көрсетеді. Келесі біз осы мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс конкурстарына қатысу мәселелеріне толығырақ тоқталып өтсек, себебі бұл мемлекеттік сатып алулар, соның ішінде мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс қазіргі таңда әлеуметтік маңызы бар бастамалар мен жобаларды қаржыландырудың ең тартымды шынайы көздері болып табылады. Көптеген ұйымдар үшін бұл тек ресурстарға қол жеткізу құралы ғана емес, сонымен бірге біз өз қызметімізді дамытуға, қоғам мен мемлекеттің сенімін нығайтуға мүмкіндік беретін маңызды тетік. Бұл мемлекеттік сатып алу, соның ішінде әлеуметтік тапсырыс рәсімдерін негізгі реттейтін құжат, ол Қазақстан Республикасы мемлекеттік сатып алу туралы заңы. Ол заң толық мәтінін басқа да нормативтік құқықтық актілерді gosakup.gov.kz веб-порталынан табуға болады. Жалпы осы порталда мемлекеттік сатып алу жүйесіндегі негізгі ресурс, барлық конкурс туралы хабарландырулар дәл осы жерде жарияланады. Бірақ бұл жердегі маңызды нәрсе уақыт пен назар қажет. Өйткені хабарландырудың ағымы өте көп. Сондықтан үнемі жүйелі түрде қарап отыру керек. Сонда процесс тиімдірек, жеңіл болады. Енді мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс аясында конкурсқа өтінім дайындау кезеңдеріне тоқталайық. Ең бірінші техникалық спецификадан басқа, жаңа айтып отырған осы жобаның жоспарын құрудан басқа біз құжаттар пакетін әзірлеу қажет болады. Бұл көбінде конкурстың құжаттамасында көрсетіледі. Әрбір конкурста әртүрлі талаптар, сондықтан сол жерде конкурс жарияланған кезде міндетті түрде қарап алу керек, қандай құжаттар пакетін әзірлеу керектігін. Әдетте ол жерде жалпы біліктілік талаптарына сәйкестік
кәсіпкерлікті растайтын құжаттар, ұйымның төлем қабілеттілігі туралы мәліметтер, арнайы біліктілік талаптарының сәйкестігі растайтын құжаттар, осындай құжаттарды талап етіледі. Осыдан кейін біз қатысу бойынша ұсыныстар бөліп көрсетсек, ең бірінші мұқият болу керек. Құжаттарды рәсімдеу кезінде ұсақ қателіктер, кемшіліктер өтінімнің ең ерте кезеңінде қабылданбауына әкелуі мүмкін. Сондықтан құжат пакеттерін дайындауда, жоба жоспарын дайындауда мұқият болу керек ең басынан. Сондай-ақ мамандарды тарту керек. Егер ұйымның штатында бухгалтер немесе заңгер болмаса, уақытша болса да осындай мамандарды тартуға тырысыңыз. Олардың көмегі өтінімді сәтті дайындау мүмкіндігін арттырады. Асығыстыққа жол бермеңіз. Конкурс құжаттамасын дайындау уақытты талап етеді. Салық органдарынан, банктен анықтамалар алу, құжаттарды нотариуста куәландыру қажет болуы мүмкін. Сондықтан барлығын алдын ала жоспарлап, жауаптыларды белгілеп, нақты мерзімдер қою маңызды. Келесі күш қуатыңызды шынайы бағалаңыз. Техникалық спецификацияда тек бөлінген қаражат аясында ұйым сапалы жүзеге асыра алатын іс-шараларды көрсетіңіз. Яғни, одан асырып, өзіңіздің күш қуатыңызды дұрыс бағаламай, өзіңіздің шамаңыздан тыс шараларды жасай аламыз деп жобада көрсетпеуді ұсынамыз. Әріптестердің тәжірибесін пайдаланыңыз. Көптеген ұйымдар осы әлеуметтік тапсырыс конкурстарына қатысып жүр ғой. Солардың тәжірибесіне сүйеніңіз, олардан кеңес алыңыз, сұрақ қойыңыз, қорықпаңыз. Сондықтан тәжірибелерімен бөлісуі әбден мүмкін. Өзгерістерді қадағалаңыз. Жалпы мемлекеттік сатып алу саласында заңнама, ережелер жиі жаңарып отырады. Сондықтан әрдайым өзекті ақпаратты бақылап, ықтимал тапсырыс берушілермен байланысты болу қажет. Сондай-ақ ұмытпаған нәрсе, тек қана мемлекеттік тапсырыста ғана емес, кез келген жобаны дайындау кезінде конкурсты ұтып алу тек қана алғашқы қадам. Басты мақсат жобаны сапалы орындау және жоспарланған әлеуметтік нәтижелерге қол жеткізу. Сонымен біз әзірлеу кезеңін аяқтадық. Нақты тұжырымдалған мақсатымыз, міндеттеріміз, анықталған нәтижелер, индикаторларымыз бар. Іс-қимыл жоспары, сметамыз бар. Енді біз үшінші фазаға іске асыруға көшеміз. Бұл белсенді әрекеттердің кезеңі. Біз команданы басқарамыз, стейкхолдерлермен, серіктестермен өзара әрекет етеміз. Есеп беру жүйесін ұйымдастырамыз, бюджетті қадағалаймыз, сапаны бақылаймыз, қауіп-қатерлерді азайтамыз. Бұл кезеңде бізде басқарушылық дағдылар мен мониторинг ерекше маңызды рөл атқарады. Ең маңызды құрал әлеуметтік жобаларды басқарудың мониторинг пен бақылау. Осы жайында айтатын болсақ, мониторинг дегеніміз жобалардың деректерді тұрақты түрде жинау тетігі, жобаның барлық қырлары бойынша ақпарат алудың процесі күнделікті. Бірнеше анықтамалар береді мониторинг пен бағалауға. Және Қазақстан Республикасының қоғамдық даму министрінің 2018 жылғы 15 тамыздағы нөмірі 19 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс стандарттарына сәйкес ішкі мониторинг ерекше маңызға ие. Бұл алдын ала таңдалған индикаторлар бойынша ақпаратты жүйелі жинау, ол жобаның қаншалықты табысты жүзеге асырылып жатқанын, мақсаттарға қандай деңгейде қол жеткізілгенін және ресурстардың қалай пайдаланылып жатқанын бағалауға мүмкіндік береді.
егер бағалау мен мониторингтің айырмашылығы неде деп сұрасаңыздар, мониторинг деген ол жобалардың орындалу барысы бойынша фактілер тіркеу. Ол күнделікті тіркеліп отыруы мүмкін. Мысалы, осындай іс-шаралар атқарылды, 100 консультацияны деп жоспарлаған болсақ, 20-сы өткізілді осы кезеңде деген секілді деректер тіркеледі. Ал бағалау уже мониторинг деректері қолданылады. Мұнда осы деректердің негізінде талдап, ары қарай болашақта жұмысқа арналған ұсынымдар әзірленеді. Бағалау негізгі сұрақтарға жауап беруге мүмкіндік береді. Жоба қаншалықты тиімді болды, белгіленген мақсатқа қол жеткізілді ме, шынайы әлеуметтік әсер қандай, болашақта нені жасатуға болады деген секілді. Бұл жерде мониторингта бағалауда формальды талап емес, ол бақылау құралы, соны ұмытпау керек. Мониторинг ол процесті бақылап, уақытылы түзету енгізуге көмектеседі, ал бағалау қол жеткізілген нәтижелерді түсінуге, тәжірибеден сабақ алуға, болашақта тиімділікті арттыруға мүмкіндік береді. Және мониторинг пен бағалаудың түрлері бар. Ішкі және сыртқы. Ол жобаға, оның орындаушы ұйымға қатысы ішкі және сыртқы деп бөлінеді. Ұйымның өз бастамасымен немесе оның қамқоршылық кеңес тарапынан жүргізіледі. Ішкі, сыртқы донорлар, тапсырыс берушілер, демеуші, мемлекеттік бақылаушы органдар бастамасымен жүзеге асырылады. Сонымен қатар іс-шаралар мониторингі, стандарттарды сақтау, бенефициарлар, қаржылық нәтижелер мониторингі бөліп қарастырады. Бұлар бір мезгілде бірнеше осы мониторинг түрлері жүргізілуі мүмкін. Жеке-жеке қарастырып өтсек, іс-шаралар мониторингі ол ресурстардың пайдаланылуын, қызметтің орындалу барысын бақылайды. Уақыт пен қаржы шығындарының тиімділігін бағалауға мүмкіндік береді. Стандарттарды сақтау мониторингі қаржыландыру ережелері, келісімшарт талаптары, нормативтік актілерге, этикалық нормаларға сәйкестігі тексеріледі. Бенефициарлар мониторингі ол жобаға қатысушыларды қабылдауын зерттейді. Қаншалықты қанағаттанды, қаншалықты қолжетімді оларға, өзгерістер олардағы. Кейде оны көңіл-күй мониторингі деп те атайды. Қаржылық мониторинг ол бюджеттің баптары бойынша шығындарды бақылайды. Қаржылық есептің ашықтығы, дұрыстығын қамтамасыз етеді. Нәтижелер дегені жоба жарияланған аралық соңғы нәтижелерге қол жеткізіп жатыр ма, жоқ па, соны бағалайды. Осылай. Келесі бақылаудың түрлері. Қажеттілікті бағалау, жобалық өнімдерді сараптау, аралық диагностика, қорытынды бағалау, ұзақ мерзімді әсерді бағалау. Бұл жалпы бағалау жобалық циклдың әртүрлі кезеңдерінде жүргізілуі мүмкін, тек қана аяқталғаннан кейін ғана емес, басталғаннан бастап жүргізілуі мүмкін. Қажеттілікті бағалау жобаны әзірлеуге дейін өткізіледі. Өзгерістерді қажет ететін мәселені, жағдайды анықтау үшін. Екінші, жобалық өнімдерді сипаттау, жобалық ұсыныстардың сапасы мен шынайылығын, оларды бекітуге дейін бағалауға мүмкіндік береді. Аралық жобаны жүзеге асыру барысында әсіресе мәселелер туындаған кезде әрекеттерді түзету үшін жүргізіледі. Қорытынды жоба аяқталғаннан соң қол жеткізілген нәтижелерді талдау мақсатында ұзақ мерзімді жаңағы жобаны жүзеге асырудың арқасында жағдайға немесе мәселеге қандай өзгерістер енгізілгенін,
қол жеткізілген нәтижелердің қаншалықты тұрақты болғанын зерттейді. Осылайша біз жоба құрылымын жасап шықтық. Мәселені тұжырымдаудан бастадық, мақсат қойдық, міндеттер мен іс-шараларды айқындадық. Әрбір қызметтің сипаттамасы мен әдістемесін көрсеттік, индикаторлар мен болжамды нәтижелер туралы талқыладық. Күнтізбелік жоспарды көрсеттім, мысалы бюджет сметаның мысалы көрсетілді. Мониторинг пен бағалау туралы толығырақ айтылды, айырмашылығын да көрсеттім. Және бұл оқыту консультациясы бойынша сұрақтарыңыз болса, осы байланыс телефондары мен мессенджер әлеуметтік желілерге хабарласуға болады. Аталған оқыту консультациясы Шығыс Қазақстан облысы Ішкі саясат басқармасының мемлекеттік әлеуметтік тапсырысы бойынша жүзеге асырылып жатқан Шығыс Қазақстан облысының азаматтық бастамаларды қолдау ресурстық орталығы жобасы аясында өткізілді. Назарларыңызға рахмет.